Полиция қызметкерлері күн сайын облыс орталығында түнгі рейд жүргізіп, қоғамдық тәртіп пен заңдылықты сақтау іс-шараларын күшейтеді. Осы орайда рейдке біздің түсірілім тобы да қатысып, құқық қорғаушылардың күнделікті қызмет барысына куә болды. Рейдтің басты мақсаты қоғамдық тәртіпті сақтау, құқық бұзушылықтардың алдын алу және тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Кешкі сағат 19:00-де жеке құрам сапқа тұрады. Қызметкерлерге нұсқаулық беріліп, рейд барысында қандай бағыттар қамтылатыны, неге баса назар аудару қажеттігі түсіндірілді. Кейін бөлінген тәртіп сақшылары арнайы автокөліктермен бекітілген аймақтарға жол тартты. Төбелес, жанжалға болмауына байланысты күнделікті бізде кезекшілікте нарядтар кезекшілік түседі, яғни қала бойынша қазіргі таңда 110 наряд түсіп отыр. Күнделікті онымен бірге тексерушілер және де жауапкершілікті азаматтар бірге кезекшілік атқарамыз. Полиция қызметкерлері түнгі сағат 22:00-ден таңға дейін бірқатар қоғамдық орындарды, ойын-сауық мекемелерін, автожолдарды аралайды және тәртіп бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған іс-шараларды жүзеге асырды. Дәл қазір полиция қызметкерлері қала көшелерінің бірінде жұмыс істеп жатыр. Олар кез келген көлік иесін тоқтатып, құжаттарын сұрап, тексеріп, түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. У нас проходит ОПМ республиканского значения, правопорядок. Проверяем автомобили, водители, можно документы ваши? Полиция қызметкерлері тұрғындарды тыныштық сақтауға, балаларды қараусыз қалдырмауға және заңсыз әрекеттерге жол бермеуге шақырады. Құқық бұзушылықты байқасаңыз, 1-102 нөміріне хабарласуыңызды сұрайды. Бұл қауіпсіз ортаны қалыптастыруға көмектеседі. Аснурия Абдулла, Ерлан Махметов, жаңалықтар қызметі.